Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан сәтті шығатын, жұмсақ әрі нәзік синабун булочкин бірге әзірлейтін боламыз. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен жылы сүт қажет. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстінен қантымыз бен аштығымызды салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде аштығының жарамдылық мерзіміне қарап дайындаған абзал. Мерзімі өтіп кеткен болса, біздің синабонымыз дұрыс шықпайды. Осылай бетін жауып, 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут уақытымыз өткеннен кейін, үстінен жарты шай қасық тұзымызды, майымызды және де 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте дәл осы массамыздың үстінен ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып салып аламыз. Келесі кезекте қалған ұнымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап басын біріктіріп, ешқандай түйіршік қалмайтындай жұп-жұмсақ қамыр илеп, осылай бетін жауып 1,5 сағатқа қалдырамыз. Арасына жағу үшін бізге корица және де қант қажет. Осылай екеуін біріктіріп, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Корица ұнамаған жағдайда орнына какао немесе мак қоссаңыздар да болады. Дегенмен корицамен өте керемет болып шығады. Міне, біздің қамырымыз ашып дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды жайып аламыз. Шамалы үстінен ұн себе отырып, оқтауымыздың көмегімен 4 бұрышты формада бір тегіс етіп жайып аламыз. Егер қамырымызды осылай 4 бұрышты формада жайып алсақ, біздің синабоны булочкиларымыз осылай біркелкі әдемі болып шығады. Жайып алған қамырымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды осылай бір тегіс барлық жағына толықтай жағып шығамыз. Және де оның үстінен алдын ала дайындап алған корица мен қант қосылған массамызды қамырымыздың үстіне толықтай сеуіп шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай қолымыздың ұшымен рулет тәріздес етіп орап аламыз. Осылай толықтай орап алғаннан кейін, міндетті түрде соңғы бөлігін қамырымыздың мықтап бекітіп, осылай қолымыздың ұшымен жақсылап жауып аламыз. Себебі ішіндегі начинкасы шығып кетпейтіндей болу керек. Бізге енді осы кезде жіп қажет. Міндетті түрде әр бөлігін осылай жіппен кесіп алған жөн. Пышақпен кессеңіздер біркелкі кесілмейді. Сол себепті дәл видеодағыдай жіптің көмегімен осылай кесіп алыңыздар. Дайын болған синабонымызды формаға салып, үстінен осылай пищевая пленкамен жақсылап жауып, жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Синабонымыз көтерілгенше біз помадкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге творожный сыр және де қант ұнтағы мен сливки барлығын біріктіріп, осылай миксеріміздің көмегімен қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан креміміз дайын. Помадканы міндетті түрде ыстықтай синабонның бетіне бір тегіс етіп жағып аламыз. Сонда біздің креміміз синабонымыздың арасына кіріп, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Рецептің құрамын төменде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді міндетті түрде қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр, сау болыңыздар.